Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Жаһанша ақпарат алаңына қош келдіңіздер. Өзімді таныстыра өтетін болсам, Бижанов Ақан Мәлікұлы, Жаһанша Досмағамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж директорының ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары. Міне бүгін ресурстық әдістемелік орталықтың ұйымдастыруымен Жаһанша ақпарат алаңы жобасы аясында білім беру ұйымдарына арналған цифрлық трендтер тақырыбында ой қозғалатын болады. Бүгінгі талқылауға қатысушы қонақтармен таныс болайық. Торис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Габдуллаев Дәурен Гарипович. Батыс Қазақстан облысы бойынша өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы директорының оқу әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары Сайфуллин Елдос Набиоллаұлы. Қош келдіңіз тағы да. Қазіргі таңда әлемде мемлекеттің бәсекелесу қабілеті адам капиталының интеллектуалды өлшемі арқылы анықталады. Оған жету үшін заманауи цифрлық және әрі тиімді білім беру жүйесін қолдану керек. Президентіміз Қазақстан халқына жолдауында адами капитал жаңғырудың негізгі екенін атап өтіп, білім беру саласында цифрлық технологияларды кіріктіру, оқушыларға білім беруде цифрлық ресурстарды дамытып, білім беру ұйымдарының үздік оқытушыларының видео сабақтары мен видео лекцияларын интернетке орналастыру керек. Бұл барлық қазақстандықтарға, оның ішінде шалғайдағы елді мекен тұрғындарына интернет пен ресурс көздерінің қолжетімді болу керек делінген. Құрметті қонақтар, жалпы бүгінгі тақырыбымызға, бүгінгі мәселелерге тоқталатын болсақ, бірінші мәселе бұл қашықтан оқыту форматы қазіргі қоғам үшін қаншалықты маңызды деп ойлайсыздар? Оның артықшылықтары мен кемшілік тұстарын айта өтсеңіздер. Елдос мырза, сөз өзіңізде. Рахмет, Ақан Мәлікұлы. Енді біріншіден бүгінгі күні Жаһанша атындағы ақпарат орталығына келіп, көпшілікпен ойымызды бөлісуге мүмкіндік жасағаныңыз үшін көп рахмет, Ақан Мәлікұлы. Қашықтықтан оқыту жүйесі қазіргі уақытта бір сәндік, жаңа заманауи технологияның көрінісі ғана емес, қазіргі уақытта заманның қажеттілігіне айналды. Егер үздіксіз оқытуды жүзеге асырамыз десек, көп жерлерде тек қана қашықтық формат қолдану ғана мүмкіндігі болып тұр. Сондықтан бұл заманның қажеттілігі, талабы болып қалды қазіргі уақытта. Енді артықшылығы мен кемшілігіне келетін болсақ, кемшілігі көбінесе техникалық ақпараттық сауаттылықтары, техникалық құралдардың төменшілігі, сол мәселе бар көбінесе. Енді біз баса көңіл аударып айтатынымыз жалпы кадрлардың өздерінің дайындығы мен педагогтердің жалпы өздерінің қашықтық технологиясын үйренуге деген ынталарының бастапқы кезде төмен болуын атап өтер едім. Бірақ қазіргі уақытта бірнеше дүркін министрлік тарапынан білім беру жүйесіндегі бірнеше дүркін өткізілген тиімді іс-шаралардың нәтижесінде қазір жаппай ақпараттық сауаттылықтар артып, әлдеқайда артып, соңғы уақыттарда техникалық құралдардың мекемелерге мәселелерін шешіп, көп жерлерде осы оқытуды іске асыра бастады. Кейбір жерлерде шалғайдағы ауылдарға да 4G интернеті жетіп, мысалы үшін менің өзім дүниеге келген жер Қаратөбе ауданы Егіндікөл ауылында биыл тамыз айында 4G интернет келді. Мен өзім Егіндікөл ауылына барып, демалысқа барған кезімде тікелей эфир жүргізіп көрдім YouTube-пенен. Интернет жылдамдығы қаладан да артық, себебі 4G қызметті қолданатындар ауылдық жерде азамдау қойды. Бұл жағынан бастапқы кезде кемшілік болып табылған нәрселер қазір біртіндеп шешіліп келе жатыр. Енді қашықтық жүйесімен оқыту деген қай заманда да бар, өз орны бар. Әуелден де кеңес заманынан да бері сырттай оқыту, қашықтықтан оқыту деген ұғымдар әуелден де айтылып келе жатыр, бар. Бірақ енді жаппай осыны енгізу практикасы біздер бірінші рет көріп отырмыз. Біздің білім беру жүйеміз тұңғыш рет кездесіп отыр осыған. Елдос мырза, сізге қосып жүретін, жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, осы қашықтан оқыту білім сапасына қаншалықты қазіргі таңда әсерін тигізіп жатыр? Дәстүрлі оқыту мен қашықтан оқытудың
айырмашылығы жалпы қандай? Сол жағынан айтып берсеңіз. Менің ойымша енді қашықтықтан оқыту жүйесін мен өзім көп жылдардан бері өзім құптаймын. Көп жылдардан бері осыған үгіттеймін адамдарды қашықтан оқыту жүйесіне көшу керекпіз деген ұсыныстарды көп жылдардан бері келтіріп келе жатырмын. Енді бірақ мәселе мына жерде біздің жалпы білім беру жүйесінде системалық жүйелік бір күрделі мәселелер бар, қиыншылықтар. Сол білім беру жүйесін сол күйінде көшіріп әкеліп қазіргі қашықтық формаға түсіре салған кезде сол кезде қиыншылықтар туындайды. Мысалы үшін сабақ кестесінің өзі мүлде сыймай қалады. Бұрынғы кездегі жүйеменен біздер өте көп сабақты оқытып жатырмыз, стандартымыз ауыр. Оқыту бағдарламаларының барлығы дейтін өте көп жағдайда күрделі және нарыққа бейім емес бізде өкінішке орай. Енді соны көшіріп әкеліп қашықтыққа түсірген кезде керек емес артық элементтерден арылып, қашықтық жүйесінің бір ұтымды жақтары шығады деп өзім есептеп отырмын. Сосын адамның ең бастысы өз бетімен оқу дағдысын осы қашықтан оқыту жүйесі қамтамасыз етеді деп сенемін өзім. Солай көремін де және. Мен үшін қашықтан оқыту жүйесінің артықшылығы өте көп. Жақсы. Дәурен мырза, жалпы сіз енді қашықтан оқытуды бізде жаппай көшіп жатырық, әлде 100%-ға дейін көшетін боламыз жалпы Қазақстан, егер де пандемия созылатын болса. Сіз техникалық жағынан қалай ойлайсыз, жалпы біздің Қазақстандағы интернет көзі осы қашықтан оқытуды қамтамасыз ете ала ма? Біздің жалпы мына компаниялар Қазақтелеком болсын, басқа да Қазтрансკом болсын, солар қаншалықты дайын осы қашықтан оқыту жүйесіне интернет көзін шешіп беруге? Әрине, енді Елдос Набиевич өте маңызды мәселені қозғап кетті. Себебі осындай мәселені қора жаңағыдай осы пандемияның кезде атсалысып бірге жұмыстан келуде, сондықтан бүкіл мәселелерін анық біледі деп ойлаймын. Енді техникалық жағынан әрине ақау жүйелері өте көп, себебі бүкіл қаланың ішінде де тіпті интернет желісінің шапшаңдығы түсіп кетіп отырады. Ауылдық мәселені айтпаған жөнінде айтпаған кезінде кестірсін. Сондықтан әрине енді техникалық тарапынан, үкімет тарапынан, министрлік жағынан енді қолдаулар көрсетіп жатыр. Бара-бара ол мәселе шешіледі деп ойлаймын. Екінші мәселе жаңағы менің ойымша мына қашықтан оқу мәселесі жаңағы айтып кетті ғой, Совет одағы кезінде бастап бұрыннан бар деп. Бірақ қазіргі тарапында оны жаңағыдай әсіресе мектеп саласында әрине амалжоқтан көштік, бірақ болашақта оны негізгі ретінде алуға қате деп ойлаймын. Себебі оқушы базалық білімді алмай, білімді өз еркімен, өздігімен алуға үйреткеннен кейін барып қашықтық білім саласына көшуі себебі бірінші оқушы білімді, біз мысалға білімді қорытып, керек бар, керек емес білім бар, соны шағып үйретіп, сосын барып өздігіне еркіндік бергенде, сол кезде мысалы оқушы қашықтан білім өз еркімен алады деп ойлаймын. Себебі жаңағы мысалға қашықтан оқудың бір минусы, бала экран алдында отырып, жаңағыдай интернет көзі қосылған арқасынан көшіп алуы мүмкін деген сияқты. Сол білім саласын нақты тексеруге жаңағыдай 100%-ақ мүмкіндік артпайды. Және екінші мәселе, оқушының әсіресе олар өсіп жатырған жасөспірім ғой, олардың жаңағы денсаулығына минус деп ойлаймын. Сол жағынан мысалы медицина, мысалы қазіргі уақытта енді білесіздер, пандемия кезде әсіресе тек қана коронавирус сол бағытта зерттеулер күшейтілсе де, жалпылама басқа нелер мысалға былайғанда не қалды. Сол мәселені көтеріп, мысалға әсіресе көздері кетіп жатыр. Сол жағынан мысалға ашып, жаңағы қандай жолдар бар, профилактика жағынан соны ашып нетсе, мен ойлаймын, әрине бүкіл комплексті кешендік түрде жаңағы осы мәселеге жақындап көру. Жақсы, жалпы сіздің ойыңызша жалпы қашықтан оқыту бұл дәстүрлі оқытудан бұл қосымша болу керек. Егер де қосымша
білім алушы өзінің білімін жетілдіргісі келетін болса, осы қашықтан оқытудың пайдасы болады дегенге келтіріп тұрсыз ғой енді жалпы. Ал енді міндетті түрде міндетті түрде өзім мысалы айтишник болғанмен, бірақ қашықтан оқытуға өзім қарсымын. Неге? Енді қазіргі уақытта мысалы студенттерге ол тиімді. Мысалға неге тиімді? Себебі қашықтықтан мысалға Америкада болсын, Европада болсын, қашықтан білім алуға ол өте тиімді. Ал енді оқушыға базалық білімді, фундаменталды білімді алу үшін әрине мұғалімнің несі керек, қадағалау керек, мұғалімнің бағдар несі керек, жолы керек. Себебі мысалы класста отырған кезде мұғалімнің энергетикасын, аурасын жаңағыдай, оның мінезін жаңағыдай нетеді, сіңіреді өзінің бойына, өсіп жатқан бала. Дұрыс емес пе? Сондықтан өскеннен кейін өзінің бір жаңағыдай мінезі пайда болады, көзқарасы пайда болады. Сол жағынан бағыттауға мен ойлаймын, осы мұғалімнің бұндай бір несі былай айтқанда артықшылығы мол деп ойлаймын. Сол себептен. Егер жаңағыдай болашақ дегенді айтып отырсыз ғой, егер 100% қашықтыққа көшіп кетсе, мен ойлаймын, онда толықтай деградация болады. Неге? Себебі қазіргі уақытта жасөспірімдердің клиптік ой саны дейді ғой, клиповое мышление дамып кетіп жатыр. Қазіргі әлеуметтік желіде ойлап қарасаңыз, минуттен аспайтын видеоларға қарайды да, минуттан кейін жасамайды, қабылдамайды әрмен қарай. Бас аяғы қабылдайды. Сол кезде жаңағыдай ойындық әдістерді қосып, қызығушылық, бір мотивациялық сондай элементтерді қосқан кезде ғана барып, жаңағыдай бала қабылдайды. Енді экранда мысалы шығып, жаңағыдай бір мысалға Совет одағы кезінде бір статья оқыдым, Пионерская правда деген болды газет. Сол кезде интерактивті тақта шығып жатыр екен, сол кезде 1989 жылдары. Сол кезде статьяның басында бүйтіп жазып қойған, что нам не Божий, вам Божий деген сияқты. Түсінтірсіз ба? Ол не деген сөз? Себебі мына Билл Гейтстің өзі айтады, мен балама ұялы телефон тек қана 1 сағатқа беремін дейді. Компьютерді тек қана 8-ші сыныптан кейін барып қосуға осындай бір рекомендация берді. Неге? Себебі мысалға бала техникалық тарапқа назар аударады да, есіне маңыздық ішінде не салып контентке ол екінші жаңағы неде жоспардан болады. Сондықтан мына класстың ішінде мұғалім өзінің жаңағыдай ойын сызып, көрсетіп, жазып, көрсеткен кезде ғана барып, мына несі оқушылардың миына бірдеме қалады деп ойлаймын. Ойыңыз өте орынды. Жалпы енді тағы да айта кететін жағдай, мына цифрлық платформалардың кемшіліктері мен артықшылық тұстары туралы не айтасыздар? Елдос мырза, жалпы цифрлық қазіргі таңда бәріміз оқытып жатырмыз, мысалы мектептер онлайн мектеп дейді, одан кейін колледждер, мысалы колледж Smart Nation дейді, сонымен қатар Freedom Conference дейді, түрлі қазір платформалар шығып жатыр. Осылардың ішінде бір ең үздік деген платформалар бар ма? Ол жалпы олардың кемшілік тұстары мен артықшылық тұстары жалпы айта өтсеңіздер. Енді менің байқауымша біздің қазақстандық платформалардың ішінде бірден суырылып алға шыққан ол Білімленд корпорациясының жасап шығарған онлайн мектеп платформасы ғой. Бұл онлайн мектеп платформасы шыққан бойда жаңағыдай сабақты қызықты, интерактивті етіп жасап, мысалға кез келген пәннің әр сабағының өзі бір кем дегенде бір 8-9 тапсырмадан тұратындай етіп, сол әрбір сұрақты әркелкі етіп, кейде біреуін тест жасап, біреуінде ашық тест жасап, кейбіреулерінде сәйкестендіретін етіп, тапсырмаларын интерактивті етіп, жас ерекшеліктеріне байланысты түрлендірді. Қысқаша видео сабағы бар. Содан кейін қысқаша мұғалімнің беретін жаңағы аудио хабарламалары бар, мәтіндері бар. Сол арқылы бала білім алып, аз уақыттың ішінде бір 10 минутқа есептелген жүйелерін жасап шықты. Және соны бірден жетілдіріп, бағалары күнделік кезетпен бірігіп жасайтын етіп, жаңағы бірден толықтыра бастады. Енді басқа менің ойымша осы онлайн мектеп платформасы қазір сөз жоқ, енді қазір көш бастап тұр, және оған тең келетін платформа қазір бізде жоқ сияқты. Керісінше көптеген басқа оқыту жүйелеріндегі платформалар, егер өздері жасаған платформа болса, әрине адамдар жасаған платформа болса, ол онлайн мектептің артықшылықтарын, элементтерін қолдану керек деп есептеймін.
Ал енді біздің платформа емес, түрлі енді интернет программалары бар. Мысалға біз қазір жиналыс өткізіп отырған Zoom конференциясын мысалға алуға болады. Жаңағы WebEx дегеніміз болсын, басқа да программалар, әртүрлі платформалар өте көп шынында да. Бірақ солардың ешқайсысы да қазір мүмкіндігі, қуаты, жаңағыдай берілетін ішіндегі функционалдарына қарағанда Zoom-ға жете алмай тұр ешқайсысы. Себебі Zoom дейтін жаңағы трансляция жасауға да интеграция жасалынған, ішінде сабақтарды өткізген кезде біздер соңғы кезде білім беру мазмұнын жаңартып өткізген кезде топтарға бөліп, деңгейлік курстардан өткеннен кейін топтарға бөлетін болса, онда сессиялық залдар бар, жаңағы осы қашықтан отырған 100 адам отырса, 10-ға бөліп тастауға болады, 300 адам отырса, мысалға 30-ға бөліп тастауға болады дегендей бөліп тастап оқыта беруге болады. Әрбір топтарды бөлек түрлі техникаларды, әдістемелік техникаларды қолдануға болады бұл жерде. Содан кейін сауалнамасы бар ішінде. Сауалнамасының өзі дейтін кері байланысты алып отыруға, бірден анализ жасап, көпшіліктің пікірін біліп отыруға, тіпті кейде маңызды отырыстар, экспертиза, сараптау жасаған кезде бағаларын қойып, бірден проценттік қатынасын бірден көріп, сөзсіз жиналыстың шешімін көріп отыруға болады. Содан кейін жаңағы қорғанысты да түрлі ұйымдастыруға болады бұл жерде дейтін. Сондықтан мен өзімнің айқын басымдық беретін біреуі, жаңағы білімдік өзіміз қолдан жасалған өнімдердің ішінде онлайн мектепті мен өзім бірінші орынға қоямын. Ал енді түрлі осындай онлайн отырыстар өткізетін, визуалды қатынас жасау керек болып, осылай визуалды бетпе-бет онлайнға шығу керек болған жағдайда енді Zoom программасы өзім ең қолайлысы, ең артығы деп есептеймін өзім. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, мына біздер сол өзіміз енді білім ленті деп жатырық. Мен өзім жалпы ата-анамда мұғалім, сабақ береді. Сол үйіне барғанда кішкене мынандай жағдайларды байқап қалатам. Сабаққа кіріңдер, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп балалар ұйықтап қалады. Мысалы үшін осы бір жүйені бір жүйеге салып, сондай бір балаларды бөдет ететіндей бір мүмкіндік жасау керек пе, әлде балалар кірмей жатады, интернет ұстамай жатады, сондай бір қиыншылықтар байқалып жатады. Осы мәселелердің жалпы шешу жолдары бар ма? Қалай шешуге болады осы мәселелерді? Негізі біздерде білім және ғылым министрлігі осы тамыз айында бір ата-аналарға, сосын оқушыларға арналған вебинарлар өткіздірді. Және 100% Қазақстанды қамту міндеті қойылды. Қашықтан оқитын мектептер үшін бәрі қамтылсын деген. Осы вебинарларды біздің өрлеу ұжымы институты ұйымдастырып, өрлеу біліктілікті арттыру институттарына жүктелді ол жұмыс. Себебі мектептердің тікелей жұмыстары көп болды, техникалық қамтамасыз ету керек болып жатырды жаңағыдай. Сонда жасадық, жаңағы оқушыларды, ата-аналарды жаңағы осы ненің этикасымен таныстырдық. Қашықтан оқыту үшін не істеу керек? Баланы ертерек 1 сағат бұрын ұйқысынан оятып, дайындап, кәдімгі күндізгі мектепке барғандағы тәрізді дайындап, экранның алдында артық жаңа фондарды алып тастап, ыңғайлы етіп орналастырып, артық шуды болғызбай, мұғалімге уақытылы жауап беріп отырыңыздар деген сияқты нәрселерді үйретті, әрине. Енді онлайн мектеп жалпы сабақ жүргізуді қамтамасыз етіп тұр. Сосын мұғалімдер жаңағыдай соған кір деп конференцияға шақырған кезде, өкінішке орай балалар кейбіреулер үйінде жүрген соң мектептегі аураны сезінбейді де, еркін сүйді ғой. Біреулер қатысқысы келмей қалады, жалқауланады жаңағыдай. Сосын мұғалімге салмақ түсіп жатады, әрине. Ол өмір болғаннан кейін өзі осылай болады деп ойлаймын. Мектепте енді қаласа да қаламаса да адамды мәжбүрлеп әкеліп отырғызып қойған соң мұғалім бері қараңыз дегенде амал жоқ, бәрі бері қарайды ғой. Қазір мұғалім қашықтықтан олай бір сөзбен айтып, экранның ар жағында дейсіз. Үлкен саналылық керек. Жалпы бұл өзі көрсетіп тұр. Оқу процесі кімге керек? Оқу процесі негізінде дейтін оқушыға бірінші кезекте керек қой негізінде. Мұғалім ол табыс табу үшін ғана, отбасын асырау үшін ғана сабақ беріп жатыр. Ал соны алу негізі оқушыға керек. Бірақ біздерде бір парадокстық жағдай екен. Біздерде дейтін керісінше біз күштеп алғысы келмеген адамға күштеп беріп тұрмыз ғой. Бала алғысы келіп тұрған жоқ, біз күштеп тұрмыз. Бұл жерде үлкен философиялық бір астарлар ашылады ар жағында тереңірек талдай берсек. Бірақ бұл жерде мен енді өзім байқауымша жаңа сіздің сұрағыңыздан мен контекстін аңғарып отырмын. Арқан Мәлікұлы, сіз яғни
платформаның кемшілігі бұны жетілдіру керек пе деп айтқыңыз келіп отырған. Иә, сондай бағытта айтқым келіп отырмын. Байқап қалдым, баланы ояту керек пе деген сияқты. Мүмкін ол да дұрыс шығар, ондай механизмдер қосқан әсер ететін шығар. Бірақ менің ойымша баланың тарапынан саналылығын ояту керек деп ойлаймын. Саналылығын оятып, ол енді мұғалімнің ғана рөлі емес, бұл оқытуға дейтін, мұғалім өзі уақытында дайын отырса, мұғалім өзінің міндетін атқарды. Ол ар жағындағы ата-ана, басқа да қоғамдық мүшелерінің міндеті деп. Яғни бұл жерде платформа өз қызметін атқарып тұр, мұғалім өз қызметін атқарып тұр. Мұғалім ұйықтап қалса екен, мұғалім ұйықтап қалып, балдар кешіріңдер, мен енді ертең өткіземін деп айтып отқан жоқ, мұғалім отыр уақытында, көрдіңіз бе, мұғалімнің кінәсі жоқ. Жақсы, енді бұл жерде сіздің айтқыңыз келгені ата-ана өзі айтқанда қызығушылық таныту керек қой баласының білімі үшін да, мысалы үшін солай деп енді ата-ана дейтін ол да енді міндетті емес, себебі ата-ананың ол әр ата-ана үйінде жұмыс жасап жатыр. Мысалға бір ата-ана қорыс мекемесінде жауапкершілігі серіктестігінде мысалы жұмыс жасап жатыр дейді айтишник маман. Ол баламды оқытамын деп мысалға Дәурен Гарипович оған тапсырма беріп жатыр. Ол Дәурен Гариповичтің тапсырмасын бірінші кезекте жасайды ғой, баласын қарап отырмайды. Енді балада өз бетімен оқуға деген, мана мен ең басында айттым, өз бетімен оқу деген жалпы педагогикадағы ең басты мақсат ол адамның өз бетімен оқуын жүзеге асыру. Сол баланы неғұрлым кішкентай кезінен өз бетімен оқуға біздер іске жаңағыдай жүзеге асыра алатын болсақ, соғұрлым ұтамыз. Кейбір балалар бастауышта келеді өз бетімен оқуға. Кейбір балалар 5-6 класста келеді. Кейбір балалар жоғары сыныпта келеді өз бетімен оқуға. Кейбір балалар өмір бойы өз бетімен оқу дегенді білмейді. Үнемі мені үйретші, маған түсіндірші деп отырады. Мысалы үшін көптеген мұғалімдер қашықтық психологиясы келген кезде мен білмеймін, бізді кім үйретеді деп отырған мұғалімдер көп. Солар оқушы кезінен де өз бетімен оқу дағдысы бойына сіңбеген адамдар. Себебі өз бетімен оқитын болса, біздің Қазақстан нарығында кем дегенде осы 30 жыл болды. Компьютерлік технологиялардың оқулық болып, кітап болып шығып, таратылып, университеттерде кәдімгі пән болып оқытылып жатқандығына. Бұл жерде мәселе жаңағы тереңде жатыр. Бұл тек қана платформа қашықтық оқыту форматының ережелері менен техникалық құралдардың аясында қалмайды. Бұл жерде жалпы қоғамдық жүйе мәселелер шығады бұл жерде. Жақсы, өте орынды мәселелер қозғалды. Жақсы, ұтымды пікірлер болды. Енді жалпы біздер мына қашықтан оқып көшкенде барлығымыз үйде отырдық, карантинде, үйден жұмыс жасадық. Сонда мына ұжымды басқарудағы цифрлық кеңістіктің мүмкіндіктері жалпы қандай болады? Біздер, мысалы үшін, басшы ретінде өзіміздің ұжымымызды немесе біз қызметкер ретінде біздің басшымыз бізді WhatsApp-пен басқарды ма, әлде бір белгілі бір платформа, мысалы үшін біз жұмыс үйге кеткенде, үй жағдайында жұмыс жасаған кезде біздің компьютерлеріміз бәрі, жұмыс үстелдеріміз барлығы үйде жұмыста қалды. А біздер сол өзіміз жұмыс үстелімізді цифрлық кеңістікте ұйымдастыра білдік пе біздер? Сонда бір мәселе сіздерге жеткізе алдым ба мен жалпы сұрағымды? Өте жақсы түсініп отырмын, Ақан Мәлікұлы, сіздің сұрағыңызды. Біздерде мекеме енді үлкен ғой, қанша дегенменен 100-ге тарта қызметкер бар. Жұмыстың қалай қашықтыққа қалай көшкенімізді мен айтып өтейін онда сіздерге, жалпы естелік болып та қалсын бір жағынан. Біздер 16 наурыз күні біздерге хабарлама түсті. Курстардың барлығын жаңағыдай жедел түрде тоқтату керек. Біліктілікті арттыру курстарын, жаңағыдай адамдар бір-бірімен араласып ауру жұқтырмау керек. Осындай енді біз енді негізі шыны керек 2020 жылдың қараша айынан, желтоқсан айынан бастап дірілдеп күтіп отырдық қой бәріміз. Қытайда басталып жатыр, әлемді алып кетсе қалай болады деп, бет алысы жаман деп қорқып отырдық қой. Сосын үнемі ұжымда сөз қылып жүрдік, мынау дейтін бет алысы жаман қалай болар екен деп. Енді 16 наурыз күні сол хат келген бойда біздер қызметкер оқытушыларға бәріне хабарлап, курстарды түгел таратып жібердік. Бір хат келген бойда біз тек сол основание күтіп отыр едік, онсыз да тек қана. Себебі шын мәнінде де адамдар жиі ауырып, бәрі грипп, биылғы грипптің беті жаман дейді, жаңағыдай институтта дейтін тіпті кез келген кісі бәрі ауырып кетті сол кездерде. Бірақ ол кезде әлі оны ковид деп есептемейді, бәрі дәрі ішуменен жүр ғой, қарапайым бір араласып жатыр бәрі. Сосын бірден шұғыл түрде тараттық. Сосын қызметкерлердің өздеріне де жаңағыдай үйлеріңізге барыңыздар оқытушыларға деп тапсырма бердік. Бір басым бөлігі кетті, бір бөлігі қалып қойды. Сосын
22 наурыз өткеннен кейін жұмыс күндері басталған кезде қайтадан екінші тапсырмалар келді. Яғни қалған да қызметкерлерді барлығын да шығарыңыздар онлайнға деген. Біздер де қуанышпен қабыл алдық, барлығын таратып жібердік. Бірақ бір қызығы, енді бізге кейде үлкейген кісілер болады, институттан кетпей жүрген адамдар болды. Мен өзім енді директордың орынбасарымын. Барлығына нұсқау бердім. Ешқайсыңыз қалмаңыздар, институтта бәрі үйлеріңізде болыңыздар деп. Енді неге олай деп айтқандығымды, олай айтқанымды қазір ашып айтамын себебі. Сонда бір уақытта бір күні институттен хабарласқан біздің кадр бөлімінің басшысы мен бухгалтер әлі институтта жүр екен. Оларға шұғыл хабарлап, түрде қазір 1 сағаттың ішінде бүкіл құралдарды алып үйлеріңізге отыратын болыңыздар деп. Мен бөлек қадап нұсқау бердім, соны таратып жібердім. Енді неге осылайша тапсырма айтқанымыз, менің шыны керек бұл дейтін көптен күткен кезеңім. Мен 2012 жылдан бастап институттың қызметкерлеріне смарт офис деген ұғымды ұсынып, адамдар көлікпенен сығылысып келеді жұмыстарына. Көліктермен, автобустармен, сосын түскі мезгіл болған кезде жаңағыдай институтта болады да, кешке қарай үйіне кетеді, тағы да сығылысып кетеді көлікпенен барлық адамдар. Содан мынадай режим шығарғанмын. Біздің смарт офисте жұмыс жасағысы келген адамдар түске шейін институтқа жұмысына келсін, сосын түсте сағат 1-де үйіне кетсін бірден. Қайта компьютердің алдында интернетпен отырсын да нұсқаулар күтіп, үйінен отырып жасасын қашықтықта. Дегенімде сол кезде институт қызметкерлерінің бір азғантай бөлігі жасады да, қалғандар оған бейім болмады. Бірақ қалғандарын үнемі үйретіп отырдық. Оқытушыларымыз дайын болды ең бастысы. Біздің ППС дейді, жаңағыдай оқытушылар құрамы 30%. Бұлар бірден дайын болды да, бұлардың басым бөлігі үйде отыра салды. Себебі осыған 2012 жылдан бері жаңағы дайындап келе жатыр едік бұған. Бірақ қанша дайындасаңыз да жаңағыдай тікелей қажеттілік туындамайынша, тікелей осындай мынадай қалай деп айтады, масса бұқаралық сипат алып, кәдімгі тотальды түрде барлығына нұсқау беріп, күштеп жасамаған кезде мәжбүрлі түрде. Бұрын айтылған кезде адамдар айтатын, ой, мен үйде отырып жұмыс жасай алмаймын деп. Мысалы үшін біз жұмыс беруші ретінде оған қызықты жағдай ұсынып тұрмыз. Таласып тармасып келгенше түскі асыңызды көшеде жүріп ішкенше үйден ішіңіз, және демалып алыңыз. Сосын сағат 2:30-да компьютердің алдына отырыңыз. Сосын сағат 6:30-да жұмыс біткен кезде сіз сығылысып көлікте жүрмеңіз, 6:30-да сіз үйде отыра қаласыз. Киімдерді шешіп тастайсыз да, үйде шаруасы бала шағаңызды қасында деген жағдай ұсынып отырмыз әуелде. Бірақ сол кезде өкінішке орай кейбіреулер айтады, ой, үйден мен жұмыс жасай алмаймын деп. Біреу интернет сылтауратады, біреу компьютер сылтауратады. Көп нәрсе енді 10% техникалық проблема, 90% өзінің проблемасы ғой, өзінің біліктілігіне беретін нәрсе ғой бәрі де. Жақсы, жақсы. Жалпы біздің ұжым осыған дайын болды, және біздер осыған дейін де мына бізде көбінесе атқаратын жұмысымыздың түрі бір нәрсені сараптама жасау, бағалау, курс өткізу болса, бұлардың бәрін қашықтан өткізуге әуелден де бейім тұрған нәрселер. Мысалы үшін біздер Google таблицаның мүмкіндіктерін пайдаланып, экспертиза жасайтын болсақ, бағалай қоямыз. Өзіміздің сайтымыз бар, автоматтандырылған тапсырмаларымызды бөліп қоямыз да, бірден соның ішінде адамдар контенттерін салатын етеміз. Әйтеуір біздер үшін енді механизмдерімізде, оған дағдыларымызда дайын тұрды да, біздер жеңіл көшіп кеттік біздің мекемеге. Енді Дәурен Гариповичтің мекемесі бұл жерде әуелден де бейім ғой, бұлар техникалық мекеме. Бұл кісілер одан сайын енді шағын болар деп ойлаймын, ұжымы тез ұйымдасып алған болар деп. Жақсы ойлар болды. Жалпы енді мына қашықтан оқыту көшкенде уже біздер байқадық, мына жаңалықтардан да айтып жатыр Дәурен мырза, бұл сұрағым енді жалпы сізге бағытталады. Мына біздің кибер қауіпсіздік, кибер атака көбейіп кетті. Сайттарға болсын, басқа да біздің ұлттық даналарға кибер атака көбейіп кетті. Сол кезде біздің мына хакерлер осыны ұтымды пайдаланған сияқты. Сол туралы жалпы техникалық жағынан өзіңіздің ойыңызды айтып жіберсеңіз. Енді дұрыс айтасыз. Ондай мәселе компьютерлік желі болғасын, ондай мәселе туындайды, күрделендіреді. Сондықтан енді соңғы уақыттарда қауіпсіздік бағытқа назар аударуда ғой. Мен жағынан болсын. Құзыреттілігі жететін органдарда соған назар аударуда. Сондықтан сол жағын әрине қазақстандық IT саласын күресу үшін, сол IT саласын көтеру. Оны көтеру үшін жаңағыдай конкуренттік ортаны қалыптастыру. Жаңағы айтып отыр ғой, мысалы, Елос Набиевич,
бізде жаңағыдай білім ләнс ол енді бәрі плюс. Қазіргі уақытта соның өзінде де мына шетелдік нелерге бағыттап отырмыз. Неге? Себебі олар техникалық жағынан әдейі деңгейлер әлі өте жоғары. Сондықтан сол деңгейге жету үшін біз жаңағы мына қазақстандық басы бар жігіттер бар, олардың тек бастарын қосып, жаңағыдай соны бір идея туындап, соны бір мәселе берсе, неге шешпеске? Себебі оларда бас бар, біздерде де бар. Сондықтан конкуренттік ортаны қалыптасса, әрине сол қарқынды дамиды деп ойлаймын. Және сол мына көптеген мәселені шешуге оған айтайын дегенім, соңғы кезде әрине көптеген бағдарламаның бәрі шетелден келеді. Көптеген мысалы тіпті мына компьютерге қояйын десең, драйвердің бәрі құрылғының өзінде де шетелдік қой. Сондықтан драйвердің өзін қойған өзінде де мысалға мәліметтер тергеннің өзінде тіпті мына мәтіннің арасында да вирус салатындай сондай бір неге жеткен технология. Сондықтан электрондық поштаны ашқан кезде де бүкіл жан-жақтан мысалға қауіпсіздік жаңағы этикетті қолдауға тура келді. Әрине ол мәселе үнемі болады деп ойлаймын, бірақ соның өзінде жаңағыдай контр шешімді қабылдап үнемі жаңағыдай хабардарда болып, бірақ енді Дәурен мырза, сөзіңізді құдай бөліп жіберейін. Жалпы мына сіз бірнеше мекемелердің былай айтқанда сайттарын болсын, басқа да данныйлар, мысалы үшін сіздер техникалық айтады, сопровождение дейді ғой, техникалық қолдау жасайсыздар. Солардың данныйларына сіз қаншалықты қауіпсіздігіне кепіл бересіз мысалы үшін? Жалпы сіз біздің Жаһанша Досмұхамбет атындағы жоғары педагогикалық колледждің сайтының бүкіл данный мәліметтеріне сіз мысалы үшін сіздің компания жұмыс жасап отыр, техникалық қолдау көрсетіп отыр. Біздің сол ұлттық данныйларымызға сіз қаншалықты кепіл бересіз, оның қауіпсіздігіне? Кепілдік берудің қазір уақытта енді соңғы кезде үнемі есеп сұратып отырады. Енді оған бір кепілдігі жаңағы хостинг, сайт хостингісі міндетті түрде Қазақстанның ішіндегі сервер. Саймыз ба? Ол талапқа біз саймыз, және ол сервер лицензиялық жолдан сертификациядан өту керек. Ол жағынан да жаңағы дәлел бар. Сондықтан сол жаңа лицензиядан өту мәселесі ол ұлттық комитеті қадағалап отырады. Егер сондай мәселе атақты болып нетіп жатса, оны алдын ала алу ішінде жаңағыдай SSL сертификаты бар, сондай сияқты бәрі орнатылған. Сондықтан әрине ақаулық жерлер болған кезде ондайға да дайынбыз. Сондықтан үнемі жаңа сайттың резервті көшірмесін алып отырамыз. Ода егер мысалға сосын үнемі вирустық атак болғанда, оны жаңа сервердің өзінде хостингтің өзінде де антивирустық бағдарламасы бар. Үнемі жаңағыдай атака немесе фишинг атака болып жатса, бізге хабарлама келіп отырады. Осындай жаңағыдай атака болды, шара қолданыңыз деген сияқты. Сол себепте жаңағы соңғы мәліметтер енгізілген резервтік көшірмені алып аламыз да, сосын байқап отырамыз атака қай саладан, қай елден болған бәрін көрсетіп отырады. Егер нағыз енді сайт құлап жатса, оны жаңағыдай ақауларын түзеп, жаңағы соңғы көшірмесін кері құюға сондай мәселелерде бәрі қарастырылған. Әрине енді ол енді сайт жағынан түсінікті ғой, бірақ енді мына әсіресе мына вирустық атака мына әр қолданушының мына компьютерлік жағынан мынаған цифрлық тәрбие дейді ғой. Шелері бар. Мысалы антивирустық бағдарламаны қоймайды. Көбінесе жаңағы тегін антивирустық қояды да, оны базасын үнемі жаңартуға мүмкіндік етеді деген сияқты. Бірақ енді соңғы кезде мына рейтинг бойынша бізде 10 жылдай болып қалды, доктор веб бағдарламасын қолданамыз. Доктор веб деген. Бірақ екі оған конкурент Касперский, бірақ Касперскийге оған көңіл атпайды себебі Касперский қатқыл дискіге көп күш түсіреді де, сосын компьютердің жаңағы жұмыс жасауы кішкене азайып. Жақсы. Сонда сіздер былай қауіпсіздік комитетіне қандай да бір осы қауіпсіздік бойынша есеп бересіздер да? Олар сізден сондай данныйлар келе ме қауіпсіздік комитетінен, ұлттық қауіпсіздік комитетінен? Ай сайын мысалға қызмет жасап отырған неден нетіп отырады. Әрбір сайттың IP адресі, DNS серверлер қандай екен, солардың бәрін беріп отырғанда IP адрестен хостинг қай жерде жатыр, қай мекен жайда орнатылған, соның бәрін көріп отырады.
сотта ол не үшін егер жаңағыдай қай жерден бір жаңағыдай бір не кетсе ақпараттық утечка дейді ғой сол үшін жаңағы сондай болған жағдайда әрине бізді қозғайды біздер сол кезде жаңағыдай дұрыс жауап беруге үнемі дайын боламыз. Жақсы, көп рахмет. Енді біздер тағы бір келесі мәселеміз бар. Жалпы мынандай осы қашықтан оқыту кезінде мынандай ұғым қалыптасты: цифрлық этикет. Жалпы біздер мына оқушылардың болсын, білім алушылардың, жалпы студенттердің басқа да бір жиын осылай осы кеңестікте осылай байланысу кезінде біздер қазір кеңестікте байланысып тұрмыз. Сонда кеңес кішкене цифрлық этикетті сақтамай қалатын жағдайларымыз болады. Немесе өзіміздің артымыздағы фондарымыз басқа да бір артық дыбыстар немесе артық сөздер шығып қалып жатады, ұятты нәрселер шығып қалып жатады. Осы мәселе бойынша жалпы Елдос мырза қалай ойлайсыз? Түрлі YouTube желісінде ол тарап кетіп, приколдар тарап кетіп жатыр. Сол туралы жалпы өзіңіздің ойыңызды айтып жіберсеңіз. Енді бұл жалпы мәдениеттің бір бөлшегі, әрине, жалпы адамзат мәдениеттің бір бөлшегі. Адам мәдениетті, сыпайы кісі шама келгенше ондайды болдыртпайды. Мына тіпті біздің кішкентай кездерімізде имандылық, әдептілік жаңағыдай элементтерін үйреткен кезде бір рет жаңа Мұхаммед пайғамбардың хадистерінің ішінен әкем бір бөлігін оқыды. Соның ішінде біреуі бар екен, жаңағы мұсылман адамның шарты. Жұрттың көзінше жасауға ұялатын нәрселерді дейді. Жұрттың көзінше жасауға ұялатын нәрселерден сен ешкім көрмейді деп есептеген оңаша жерде де ондайдан тыйыл дейді. Яғни бір нәрсе ұялатса, мысалы үшін сіз үстіңді қасуға жұрттың көзінше ұяласың ба? Оны сен оңаша жүргенде де шама келгенше сен ондай бір өрескел қылықтарға жаңағыдай бой алдырма дейді, көрсетпе дейді, мысалы үшін. Адам жұрттың алдына жалаңаш шықпайды ғой. Сол сияқты енді жаңағыдай оңаша отырғанда да сен жалаңаш компьютердің алдында отырма деген сөз, мысалы үшін. Сол қазіргі уақытта интерпретация жасайтын болса. Сондықтан адам енді жалпы мәдениетті, тәрбиесі түзу болса, олардың көбінен қашуға болады бір жағынан. Енді екінші жағынан бұндай қателіктер неге орын алып жатырғандығын қарайтын болсақ, біреу білместіктен кетіп жатады. Ар жағында шелегі даңғырлап жатады, суы сарылдап жатады біреулердің. Дауыстың өзі қосылып кетеді жаңағыдай. Дауысты айырып қосу қалай екенін IT компетенциясына байланысты. Енді екінші бөлек қарастыру керек жағдай бар. Ол жаңа хакерлік атака деп Дәулен Гариповичке қойған сұрағыңызға да сәйкес келеді. Ол қасақана бүлдіретін жағдайлар бар. Қасақана. Әдейі конференция сабақтарға бөлек кіреді, экранға ұятсыз суреттер, жазулар шығарады, түрлі дыбыстар қосады, айқайлап отырған, шыңғырып жатқан жан түршігерлік дыбыстар шығарады. Сөйтіп бәрін бүлдіріп сабақтан қашып кетеді, мысалы үшін. Олардың көбінесе қарапайым компетенцияларға байланысты техникалық алдын ала адам дайындалып, сол платформаны меңгеріп алса, оларға көбінесе жол бермеуге болады. Мен қазір мына жерде мүмкіндік болса, маған егер демонстрация жасауға мүмкіндік берсеңіз, программаларды көрсетіп жіберейін бірден осы жерде. Жасалған видео сабақтардың бірін. Жақсы, беріңіз. Мынау, мысалы үшін, менің осы облыс педагогтеріне дайындаған видео сабақтарым, Zoom защита деп тұр, бұл орысша нұсқасы, Zoom қорғау қазақша нұсқасы. Екінші нұсқасы, мынау кәдімгі продвинутый күрделі қасақана бүлдіретіндерге қарсы, мынау да солай, қазақшасы. Осындай 8 видео жалпы дайындадым, әрқайсысы 10 минуттың шамасында. Бұл, мысалы үшін, элементарлы түрде дыбыстарды айырып қойып отыру, және мәдениетке, цифрлық мәдениетке сәйкес келеді. Ана жерде қосып қалған екен. Цифрлық мәдениетке сәйкес келеді, бәрі кейде болады, біреу өзі, мысалы үшін, администратор, организатор болып отыр, ұйымдастырушы болып конференцияның өзі бір артық дыбысты айыра салудың орнына, ол ақырып жекіріп отырады. Айыр дыбысты, айыр, кім қостық, айыр деп айқайлап отырады. Айқайлағанша, жайлап бір рет айрап қойса жарайды. Себебі көбіне педагогикалық ортада деген жаңағы ол білместікпен қосып қалып жатқандар ғой көбінесе, білмей қалған. Қасақана жасап отырған кезде әңгіме бөлек, ол кезде конференцияға арнайы қорғаныспенен
тіркелуден бастап, регистрация процесінен бастап назар аудару керек. Регистрациясынан бастап, сосын қатал қадағалауда отыру керек. Отырыста жаңағыдай бірнеше соорганизатор дейді, ұйымдастырушы, қосымша көмекші ұйымдастырушыларды қасына жұмылдырып, оларға сондай права беріп, құқық беріп, олар қарап, қадағалап, айырып, жауып бірден уақытында үлгеріп отыру керек. Сонда бәрі де шешіледі. Енді жалпы мен өз басым мына көп жыл Дәурен Гарипович бәріміз әріптес болдық. Жаңағыдай біздер бір-біріміздің жаңағыдай мүмкіндіктерімізді жақсы білеміз. Мен мына программирование ісінен ең озық маман ретінде білемін Дәурен Гариповичті. Себебі ол кісі математиканы да жақсы оқып, программированиемен де терең шұғылданған кісі ғой. Және ол да мені жақсы біледі. Мен де дәл солай математикамен терең шұғылданып, және программированиемен терең шұғылданғаным бар. Және енді ешқандай қысылмастан кез келген адамның ортасында, кез келген ортада айта аламын. Мен программирование құрған кезде де жаңағыдай талай рет ешкім құра алмаған есептерді шешкенмін. Оған Дәурен Гарипович те куә, бәрі де куә. Және енді ол андай кейбіреулер болады, жеңіл-желпі көшіріп алып, өйтіп жасайтындар бар. Біздер таза тыңғылықты өз күшімізбен жасаған есептерімізде енді математикалық базаға сүйене отырып жасайды. Енді көбінесе адамдар өзінің бойына шақ келмейтін өтірік жаңағыдай терминдермен, өтірік ұғымдарменен жаңағыдай адамдарға әсер ету үшін жаңағыдай масштабты түрде кеңірек алып адамдар дейтін әңгімелер айта береді. Олардың орасан қателігі маған анық көрініп отырады. Мысал үшін айтады, біздер дейтін жаңағыдай баз данных жинап отырмыз, хакерный атаканы отразить етіп отырмыз, біз жасап жатырмыз, тағы басқа дейді. Біз емес, бүкіл қазақстандық нарық қазір біздер дейтін тұтынушылар рөлінде отырмыз. Программа ісінде де солаймыз. Біздерге платформалардың жаңағыдай дейтін зерделеп қарап өзімізге, менталитетімізге және өзіміздің мүмкіншілігімізге икемді сәйкес келетін тиімді арзанын таңдап алудың өзі біз үшін үлкен біліктілік, үлкен білімді қажет етеді. Ал оны болмай жатып, біздерде кейде кейбір шала сауатты IT мамандар жүреді, мен күлкім келеді тіпті. Оқыған кезде бір программа құра алмаған адамдар, бірақ жаңа платформаны талдағысы келеді, мынау тиімді, мынау пайдаға аспайды, кемшілігін айтқысы келеді. Ал өзі альтернативті одан басқа нұсқасын ұсына алмайды және жасай алмайды. Ол ешқандай жоқ, жасай алмайды, қолдарынан келмейді. Қолдарынан келетін болса, егер де бұл платформалардың бәрі миллиардтаған ақша, миллион емес. Онда бәрі жүгіріп жасап, соған көрсетер еді. Бұл дейтін айналып келген кезде ресейлік мамандарға жүгініп, украиналық мамандарға жүгініп, тіпті шетелдік Қытайдан келген мамандарға жүгініп, солардың ортасындағы посредник арасындағы делдал деңгейіндегі адамдардың өздері аналарды алып келіп, мұнда салып, жаңағыдай көбінесе отыра программалық орталардың өзі, мысалға біреу PHP-де жасады дейді программаны, де, біреу модуль системасында жасап шығуы мүмкін, онлайн платформаны дейтін. Солардың барлығы дейтін, біреу C-Sharp-та жасап шығуы мүмкін. Сол программа C-Sharp-тың өзі, модульдің өзі, манағы платформалардың өзі, PHP-дің өзі, оның өзі бәрібір біздің программисттің жасаған нәрсесіміз, ол шетелдік көрдіңіз ғой. Біз жасайын деп тұрғанымыздың өзі біздер ортада посредникпіз бәрібір. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жерде жүйелі проблема, бұл жерде проблема өте үлкен. Біздің информатик мамандарды, IT мамандар менен информатик мамандардың ара салмағын түсінбей, университеттер үлкен надандықпен дайындады. Қазір кішкене жақсарған болар деп ойлаймын. Себебі информатика пәнінің мұғалімі менен IT маманның айырмашылығын түсінбестен, бізде информатика пәніне түскен студенттердің бәрін IT маманы қылып жіберді біздерде. Ол шынымен информатиканы сабақ беретін адамдар ғана еді. Олар сабақ берудің орнына, мысалға керегі жоқ сабақтарды оқытты университетте. Численные методы дейді, сандық әдістер. Ортағында қалыптасқан баяғы дейтін ертедегі атам замандағы әңгімелер, методы оптимизация дейді. Жаңағыдай вышмат дейді ішінде, неше түрлі нәрселердің бәрін оқытты, алгоритмдеу негіздері тағы басқа. Олардың бәрі дейтін түпке керек жоқ нәрселерді оқытты. Қарапайым ғана офистің мүмкіндіктерін терең білмей шықты, өкінішке орай. Қарапайым антивирусты орната алмай шықты. Өмірге керек ең қазіргі нарыққа керек дағдыларды үйретудің орнына керек емес ақпараттарды беру арқылы, ескірген ақпараттарды беру арқылы жылдар бойы біздер дейтін біліктілігі төмен кадрларды шығарумен айналысқан университеттер. Ол дейтін көре алмағандықтан жаңағыдай заманның ағымын қозғалсын. 1970 жылы біздің университетті бітірген, физмат бітірген мамандардың дипломының көшірмелерін қарасақ,
мен ішінен көріп отырмын. Информатика, есептеуіш техника негіздері деген пәннен оқып, емтихан тапсырған, сол кезде зачет тапсырған. Соның элементтері оқытылған 70-ші жылдары. Қазір 50 жыл өтті. 50 жылда ел жаңа деп айтамыз, бәрі тез жаңарды деп айтамыз, бірақ өкінішке орай біздің көп адамдардың бойларында стереотипті ескірген басын жаңа нәрсені үйренуге дейтін өте кежегесі кері тартады. Бір жатқан жаңағыдай бюрократтық неден шыға алмайды, шеңберден бір нәрсе оқыту керек, ол стандартта солай дейді де. Бірақ қазір соңғы кезде оның бәрі мәселе шешіліп келе жатыр. Енді стандарттан тіпті классификаторды вуздардан алып тастап, әр вуз өзі анықтайтын болды. Бірақ тағы да мәселе вузға тіреледі. Жоғары оқу орындары ол мәселені көре алады ма? Нарыққа керек маманды дайындауға олар бейім бе, бейім емес пе? Көбінесе жаңағыдай құр сөзді сапырып жүре береді ғой, көп жерлер өкінішке орай. Міне әңгіме осы жерде ғана, мәселенің бәрі осы жерде түйіліп тұр. Жақсы, Елдос мырза өте орынды мәселелер қозғалды. Енді келесі тағы бір маңызды мәселе бұл мына білім беру ұйымдарында құжат айналымын электронды форматқа айналдыру. Біздер мысалы үшін өзімнің жалпы ойым, бір мекеменің өзі мына А4 қағазын мысалы үшін былай осылай жүреді А4 қағазы. Соны бір электронды форматқа айналдыруға бола ма? Жалпы болған жағдайда оның біздің қоғам үшін тиетін пайдасы, сонымен қатар мұғалімдер жүреді, мысалы үшін бірнеше папка айтады ғой, осы оқу жылы бітсін, оқу жылы біткеннен кейін жазда дұрыстап қағаздан үй тұрғызамын деген сияқты осындай қағазбастылық мәселесі әлі де көтеріліп жатыр, әлі де проблема болып жатыр. Соны бір жүйеге келтіруге бола ма? Дәурен мырза, Елдос мырза, жалпы өздеріңіздің. Дәурен Гарипович қазір ондай мәселемен көп кездеспейтін шығар. Бұрын кездесті, университеттегі тәжірибеңізді айтып жіберіңізші, Дәурен мырза. Ол кезде ондай мәселе болды ма, болған жоқ па? Лаурамда цифрлы технология, цифрлы заманға өткен сайын қағаздық несі одан сайын көбейіп кетіп жатыр ма, бірдеңе былай. Негізі қағаздық нені көзін жою керек. Негізі сол үшін ол цифрлықты енгізіп жатыр. Ол мәселе неге туындап отыр? Себебі мына цифрлық неге әлі де болса да мына қолданушылардың, ұжым мекемедегі қызметкерлердің сенімділігінің төмендігі. Цифрлық неге сенбейміз? Себебі мысалы қазір цифрлық жаңа қол қою шығып жатыр ғой. Онда енді бір плюсы оғанда көшкенше, алайда осындай қағаздық неден құжат айналымнан құтыла алмаймыз деп ойлаймын. Себебі мысалға электрондық құжатқа қол қойған кезде міндетті түрде қағаз түрінде сұрайды. Сосын оны салыстырмалы түрде нетеді, жаңағыдай тура келе ме келмей ме деген сияқты да. Сол мәселеден құтылған кезде әрине цифрлық толықтай жаңағыдай құжат айналымына көшеміз. Бірақ енді соған бет бұру керек, болашақта әрине бәрі енді ретімен өтіп жатыр. Мысалға үкімет тарапынан толықтай көшіп жатыр. Сондықтан бәрі қарқынды сол жаңа қадам-қадаммен көшеміз деп мына жерде тағы бір айта кететін жағдай? Айта кететін жағдай көбісі жаңа айтып кеткен бәрі де сол шетелдік бағдарлама қолданып жүр. Қазақстандық маңызы бар бағдарламаны жасап шығаруға әрине болады. Енді жаңа айтып кеттім ғой, көбінесе мына бәрі глобалдық жаңағыдай нелер. Енді мына Қазақстанды кету үшін жаңағыдай менде мысалы бір жобаны жазған кезде менде мысалы 5 программист бар, жаңа сондай жоғары деңгейде. Айтады, күшіміз былай енді қалай жасайтынын біліп берді дейді. Бірақ күшіміз оны іске асыру үшін, тезірек іске асыру үшін біз сияқты тағы да бір 10 шақты адам керек. Қойыңыз бе? Соның бәрін бастарын қосқан кезде барып, жаңа күрделі бағдарлама жазып шығаруға. Мына Zoom-ды да жазып шығаруға. Неге? Ол да енді адам баласы жазып шығады ғой. Сондықтан шетелдік бір инопланетян жазған жоқ. Онда жаңа айтып кеткен басы қосып, жаңағы сондай бір орта қалыптастырып, үкіметтер тарапынан болсын, немесе сондай бір жаңағыдай бір республика тарапынан бір грант ойнатылса ма екен деп ойлаймын. Бәрі қаржыға тіреліп тұр емес пе? Сондықтан қаржы сондай бір бөлініп нетіп жатса, жаңа программистер көп, білемін, қазақтың жігіттері барғанда бірен-саран жаңалықтар мысалы жүр. Дәурен Гарипович, сізге мен осы жерге қосылғым келіп отыр, дәл осы жерден. Дәл осы сөйлемнен біз ұстап осыдан шығуымыз керек деп ойлаймын.
программисттерді шығаруға болады шындап та. Қазақ балдары бейім ғой шынында да оған үйретуге. Қаржы бөлінсе болды шығаруға болады деді. Шынында да ол целевой дейді, мақсатты түрде программистер дайындалу керек болып тұр ғой шынында да. Артық дисциплина, артық пәнді алып тастау керек те. Именно сол жаңағыдай нақты сол программистер дайындайтын бір ерекше бағдарлама, ерекше қаржы көзі керек шынында да. Ал енді осында вуз бар ғой деп ойлап көбі сенеді ғой, бірақ вуз олай жасай алмайды. Себебі вузға жоғары оқу орнына барса, ол Қазақстан тарихын оқытады, философияны оқытады, әлеуметтануды оқытады, орыс тілін оқытады. Сосын жаңағы информатикаға келдің бе, бүкіл вышматтың элементтерін міндетті түрде ішіне салады. Сөйтіп, ана өзі дейтін 4 жыл ішінде оқитын уақыттың ішіне бір 70%-ның керек емес біліммен толтырып тастайды. Ол бала мысалға программист болайын деп жатыр, ол балаға келеді де басқа да салалардың бәрін оқытып тастайды. Мысалы үшін біздерде біреу дизайнер дизайнның жұмысына күшті болып, видеомонтажға жақсы болып, программистке солай бөлінген жақсы, өзінің саласын әуелден келгеннен. Бірақ көбінесе бағдарламалар жаңағыдай осыларды тиімді дайындайтын бағдарлама жоқ. Мәселе содан шығады деп ойлаймын. Әрі дипломын беріп шығатын, әрі оқып жүргеннің өзінде жаңағыдай өнім жасап ататындай, немесе бір командада жұмыс жасап ататындай механизм ойластырылмаған. Дәл осы жерде Дәурен Гарипович өте орынды айтып отыр. Үкімет мысалға сондай осы саладан ісін жандандырғысы келсе, әлеуеті күшті ғой. Шындап та осындай идеяны ойлап тұрған адамға қаржы бере алатын болса, және мүмкіндік жасай алса, одан сөз жоқ, нәтиже мықты шығады. Мысалы, Zoom-ның да өзі үлкен бұл корпорация ғой. Мен неге Zoom-ға қызығам? Себебі Zoom жеңіл-желпі емес. Бұның мыңдаған команда, корпорация жасап отыр бұның өнімін. Google неліктен өте мықты. Әлем бойынша мыңдаған, 100 мыңдаған адам жұмыс жасап, оның өнімін жақсартып отырады, жыл сайын нарыққа бейімдеп отырады. Сондықтан сол үлкен корпорацияның өнімін тұтынған қарапайым кісіге жеңіл, ол арзан болып кетеді, және кемшіліктері жедел жөнделіп отырады. Ал бір көмешкін білмейтін бір өнімге байланып қалсақ, ол ертең ақ дамымайды, тұрып қалады, кедергіге кездесіп қаламыз жаңағыдай. Енді Елдос мырза, Дәурен мырза бір қосып жіберетін жағдай бір ойыма келіп тұр. Мына Каспий банк, біздің Қазақстанның Каспий банкі әлемдік рынокта бірінші дәрежелі банк болып есептеледі қазіргі таңда. Әлемде бірінші дәрежелі дегенде, мысалы үшін банктер бөледі, бірінші дәрежелі банк, екінші дәрежелі банк. Бірінші дәрежелі банктар, олар ешкімге берешегі жоқ, қалашығы жоқ банктер, мысалы үшін. Ешкімге қаржы жоқ деп солай шықты. Мен бір әлеуметтік желіден оқыдым, бұл енді қаншалықты нақты ақпарат, шын өтірігін білмедім. Но бірақ Каспий банк, ол енді қазіргі таңда бәрін маркетингке әкеліп жатыр ғой. Әрбір білім беру мекемесі өзінше өмір сүру керек деген сияқты. Ол мемлекеттік мекеме болсын, ол жеке сектор болсын. Енді қарасаңыздар, мысалы үшін Каспий банк мына цифрлық, былай айтқанда цифрландыру бойынша банктердің ішінде, осы СНГ-да, басқа шетелдік банктерді айтпай ақ қояйын, СНГ-да ең бірінші орында. Себебі интерфейстері өте қарапайым, түсінікті халыққа. Сонымен қатар, даже мына қазір картаны қолдан жасайтын, қазір картамат дегенде қондырып қойды. Сонымен қатар, мына бүкіл ком услугы болсын, басқа да платеждар болсын, электронный подпись жасау, осының бәрін кәдімгі цифрландырып қойды. Мысалы үшін қағаз бастылық, ешқандай договорға отырудан қажет жоқ. Басында бір отыратын бар, содан кейін барып, анда өзіңіздің приложениеңізбен IP адресіңізбен кіресте. Мысалы үшін мұғалімдерде сондай бір осы база мекемеде жалпы осы сондай бір база данных осы өзіміздің өңірімізде жеткіліксіз сияқты база данных. Соның ішінде сол база данныхтың ішінде бәрі электрон құжат алмасы, документ оборот болсын, электрондық подпись болсын, ЦП мысалы үшін. Сонымен қатар сайтта соның ішінде СМК мысалы үшін материалдық қалай айтсам СМК методический құжат айналымы болсын, осындай бейне байланыстар болсын, аудио байланыстар болсын, сол бір интерфейс немесе бір платформада бір базада неге болмайды деген сияқты сондай ойлар туындайды. Сосын онда ой туындап, мен бір күні Каспий банкке звондадым 4-9-ға. Сосын звондап айттым, сіздер осы жақсы цифровизация бойынша алда жатқан банктердің бірсіздер бір білім саласына жалпы ойларыңыз бар ма, көңіл аудару,
қандай көмек бере алар едіңіздер біздерге білім беру саласына деп. Сонда Каспий банктың колл-центрі айтады, сіздің пікіріңіз өте маңызды, бірінші рет осындай ұсыныспен звондап тұрған сіз боларсыз деп сіз дейді. Еще менің атымды толық аты жөнімді айтты, Рахмаликулды. Сол сияқты бір айтайын деген сондай бір цифровизация саласында, білім саласында бір стейкхолдерлар іздеу керек пе, әлде бір басқа да бір IT компаниялармен бір проект ұйымдастыру керек пе, сол туралы өздеріңіз бана қосып кетейін дегенім ғой, Дәурен мырза, Елдос мырза сіздерге. Негізі енді жалпы документ оборот, құжат айналысы деген сұрақ қойылды да, жаңа Дәурен Дарипович жауап берді ғой. Бұл сала дейтін күрделі мәселе. Жалпы егерде құжатпенен басқармаса, заңнамалық актілермен басқармаса, мекеме дейтін жаңағыдай ретсіз болып шашылып қалады, ол түсінікті. Бірақ енді соны дәл жүйеге келтірейін деп әрқайсысын ретімен салса, онда бюрократия басталып кетеді. Көріп тұрсыз ба, бюрократия басталып. Бюрократияның басталу көзі, шығу көзі сол, жаңағыдай бәрін заңдастырғысы келген кезде сол шығады, амал жоқ. Енді қағаздық жаңағыдай құжат айналыстарын міндеттеген кезде, күштеп талап еткен кезде күрделі процестер басталып кетеді. Бұның басты мәселесі біздер қай уақытта не жасасақ та, жаңағыдай мысалы күнделік кезет болсын, НОБД болсын, қай-қайсызда адамға қызмет етпейді. Керісінше біз оған қызмет етіп кетіп тұрмыз ғой, көріп тұрсыз ба? Біз ешбір жерде осы НОБД-ның пайдасын біз кері көрмейміз, жаңағыдай күрделі болып кетеді. Яғни не нәрсені енгізгенге де программисттің кез келген оның процесті құрайын деп тұрған программисттің мына жүрегі халқым деп соғып тұру керек, жүрегі осы процесті жақсартамын деп соғып тұру керек. Ол жай ғана бір робот құсап, және сосын кейде бір болады жаңағыдай ехидный дейді, бір керісінше адамдарға мәселе, проблема тауып қойып соған жаңағыдай мысқылдап күліп отыратын адамдардың типі болады. Сондай типаждар болады. Яғни олар көпшілікке, халықпен жұмыс жасамайды, жаңағыдай неге айналдырып қойғысы келеді, жаңағыдай бір күрделі бір механизмді айналдырып қойғысы келеді. Сондай ниеттен адамдарды шошындырып жібереді. Көп жағдайда қарапайымдатудың орнына күрделі жасап жіберген кезде қашанда шошытады. Енді жапондардың нақылы бар, сложный механизмді любой дурак может придумать. Если ты действительно ты гений, ты придумай тогда что-нибудь простое, ты упрости этот процесс. Сен ақылды болсаң, дана болсаң, сен ол процесті қарапайымдат, ықшамдат. Ал күрделісі сол, күрделі нәрсе жасап шығару кез келген ақымақтың қолынан келеді дейді. Адамға ол қарапайым, ыңғайлы, ықшам болу керек қай уақытта да. Міне, осы нәрсеге көңіл бөлетін болса, құжат айналысына келген кезде менің негізгі ұсынысым, жаңа Дәурен Дариповичқа мен сөзсіз қосыламын 100%. Ол керісінше алып тастау керек. Көп нәрселерді, мысалға, бұл жерде екі салаға мықтап енгізу керек болсын, цифровизацияны түсіндіру керек. Біреуі біздерде салық жүйесі, налоговый. Екіншісі ол деген біздердегі бухгалтерия жүйесі, қаржы бөлімі. Кез келген мекеменің жұмысы айналып келген кезде осы жерлерден шығады, бухгалтериясына тіреледі. Бухгалтериясы бірдемені талап етсе, мысалға сіз мекемеңізде міне колледжде бір нәрсе бастадыңыз, Ақан Мәлікұлы, соны жедел түрде енгізейін десеңіз, сіздің енгізетін нәрсеңіз бухгалтерияның жүргізу тәртіптеріне қайшы келсе, сіз енгізе алмайсыңыз оны. Себебі заң алдында жауап береді, мекеме басшысы да бәрі де заң алдында жауап беретін болған соң, ол құжатты сіз қарапайымдатайын, алып тастайын десеңіз, алып тастай алмайсыңыз. Бірақ осы екі саланы қарапайымдатып алған кезде, жеңілдеткен кезде, ол біздің республика деңгейінде ол қарапайымдалып тұр, ол сөз жоқ. Республика жасап тұр оның барлығын, республика деңгейінде. Бірақ қарапайым мекемелерге түскен кезде, бұл жерде манағы айтқан өзінің біліктілігі мықты бола бермейді ғой мамандардың. Олар ілесе алмайды жаңа тенденцияға. Әлі керек емес нәрсені талап етіп отырады. Өкінішке орай, сосын сіз қанша ол жерден өзінің инициативыңыз күшті болса да, сіз ол шеңберден шыға алмайсыңыз. Мысалы үшін біздің мекемеде 2015 жылы мен Каспийдің мүмкіншіліктерін таратып, видеоға түсіріп, біліктілік тарту курстарында оқып жүрдім осыдан 6 жыл бұрын. Осындай мүмкіндік бар, қараңыздар, өте жеңіл деп. Электронды үкімет дегенді 2003 жылдан бастап университетте мен электронды үкімет деген сабақтан беріп халықты үйретіп жүрдім. Бірақ өкінішке орай адамдардың көбі оған үйренуге бейім болмайды жаңағыдай. Сосын жаңағыдай құжат айналыстары сосын әлі тұра береді. Енді қағаздарды мекемеде айналдыру, сапыра беру, А4 қағазды шығарып, ол да сол бюрократияның
жаңағыдай көрінісі, сосын манағы СМК деген бағдарлама дегендер тұр ғой сізде, Ақан Мәлікұлы, иә? Білім беру жүйесінде. Бұл да білім беру процесін тежейтін процесс. Оған программа творчества дейді. Программа құруға, сосын соның жаңағыдай ОМК-ларын жинақтауға шектен тыс ұмтылу, ол дейтін процесті мына мұғалімдердің шығармашылығын шектеуменен, жаңағыдай оқытушылардың болсын, шығармашылығын шектеуменен артық жүктеме. Адамдарға өзінің жұмысын жеңілдететін, адам жаңағыдай шын көңіл күймен рахаттанып жасайтын нәрсенің орнына сіз оны талап етіп жасатасыз. ОМК-ны да солай жасатасыз. СМК-ны да тіпті бір платформа ойлап тауып соған жинайтын болсаңыз, сіз оны өзіңіз жасай алмайсыз. Ана қарапайым адамдарға ішіне жүкте сал деп тапсырма беретін боласыз, ол адамға жүктеме әкеледі. Мына 2012 жылы мен мақалалар жаздым. Сол кезде осы электронды үкіметке көшу үшін, электронды қоғамға көшу үшін, жалпы дейтін, смарт қоғамға көшу үшін не істейміз деген. Адам кез келген нәрсе енгізген кезде қоғам оның игілігін көретін қадамдардан басталу керек. Бірден азғантай нәрсе, адам бірден оның пайдасын көреді, сосын да алып көретін болу керек. Мысалы үшін қазір мен демонстрация жасап, мына көп жыл бұрынғы нелерді көрсете аламын, мен біздің баяндамалардың үзіндісін көрсете аламын. Мысалы үшін мына баяндама, сіз жаңа ең басында кіріспесінде елбасымыздың сөзінен бастадым, видеоурок деген, иә? 2013 жылдан бері біздің институтта өтіп келе жатқан осындай видеоуроктардың байқауын біздер осы процесс ерте негізінде, ол кез келген кісіге көрініп тұрған нәрселер ғой, нормативті құжаттар жазылып тұр. Біз ерте кірістік, жыл сайын қатысқан адамдардың, жеңімпаздардың статистикасы ғой. Жалпы видеоурок не үшін керек? Өз бетімен оқу үшін, отандық өнімдер қалыптасу үшін. Мен мынау сол кезде көпшілік халық үшін жаңағыдай баяндамаға дайындалған, орысша дайындалып, қазақша сөйлеу үшін. Сосын мына жер оқушылар дейтін, мысалға көзін сақтау керек дейміз де, біз сабақты компьютермен бермей оқытсақ та, бала сабақтан тыс уақытында бәрібір компьютермен, смартфонға кіріп кетіп, планшетке кіріп кетіп, көзін ауыртып отыр ғой бәрібір де. Біздер сол сабақты, сол ойын ойнайтын жеріне кіріп барып сабақ беріп, біз оқушыны ол жерден ығыстырып шығару керекпіз деген ойды, идеяны сол жылдардан бастап көптен айтқанмын. Мынау латын графикасына көшетін болсақ деп, ол кезде ол ерте заман еді, қазір кіріп тұру, қазірдің өзінде біздің отандық ертең орфография, орфоэпиямыз өзгереді, сондықтан сақталып қалу керек запистерімізде. Енді мынау видео сабақтың бірінші артықшылығы, жаңағы алдын ала танысуға мүмкіндік болады, материалдың флиппед классрум элементі. Екіншісі, денсаулығына байланысты оқушы қазіргідей тотальды түрде бәрі емес, жеке адамның өзі ауырып қалуы мүмкін ғой. Сол кезде өз бетімен оқуға мүмкіндік береді, екіншіден. Үшіншіден, мектепте табиғи жағдайларына байланысты, мына аяз, боран, чрезвычайный төтенше жағдайлар міне қазіргі сияқты. Сол кезде өз бетімен оқи алады деп тұрмыз міне. Сол кезде өзі және де мотивациясы кейін көтерілген кезде қайталап қарауға мүмкіндік алады деп. Міне осы видео сабақтардың артықшылықтарын, неге біз видео сабақтарды 2013 жылы қаншасын жасадық, міне рет-ретімен жайлап енгізіп, содан кейін дым көбейіп кеткен кезде келесі жолы тежеп азайтып, 17-де қорытып жасаған баяндаманы ескі баяндамадан мен көрсетіп отырмын сіздерге. Жалпы бұндай мысалдар өте көп. Бұл сұрақ жаңа сіздің қозғап отырған тақырыбыңыз біздің жылдар бойы айтып көпшілікке жеткізгіміз келіп келе жатқан әңгіме. Мысалға біздің облысымызда, Батыс Қазақстан облысында мына білім саласында 2013 жылдардан, 15 жылдан бастады ау деймін. Ол кезде сол біздің облыстық білім басқармасы, Мыңбаева Айгүл Әлгериевна, сосын Хамзина Аягөз Орынбайқызы деген әдістемелік комитет басқарды. Айгүл Әлгериевна ол кезде облыстық білім басқармасының басшысы, ал Аягөз Орынбайына ол кезде әдістемелік комитеттің басшысы облыста. Сол екеуі осы бүкіл директорларды жинап оқыту жөнінде семинарлар қойып бір идея бастады да, сол бастап кетті, біздер дәріс оқып жүрдік. Сол кездерде сол дәріс кезінде біздер осы Каспийде де, электронды үкіметте де, осы видео сабақтарды да бастап жаңағыдай дәрісімізде үнемі оқып келдік. Сондықтан бұл бағытта айтатын ойлар, бұл бағытта біздің ішімізді қозғап тұрған нелер өте көп мәселелер мен тақырыптар. Шыны керек, ол аз уақытта сыймайды да бір жағынан, бірақ біздің негізгі бағытымызды, біздің ойымызды, біздің ұстанымымызды сіздер көре аласыңыздар осы айтқан сөзімізде. Жақсы. Елдос мырза, рахмет сізге көп. Енді жалпы мына портфолио оқу әдістемелік кешені деген бір
бар. Қазір біздің оқытушыларымыз, мұғалімдеріміз өздерінің бүкіл жылдар бойы жеткен жетістігінің барлығын түп қағаз нұсқасын апарып портфолиоға салып тапсырып жатады. Осы портфолио жалпы өзіңіздің тәжірибеңізде қай білім беру саласынан көрдіңіз? Жалпы портфолионың біздің білім беру саласы үшін маңыздылығы қандай? Сонымен қатар біздің мүмкіншілігіміз бар ма осы портфолио білім басқармасы тарапынан, мысалы үшін көлемінде, білім басқармасы көлемінде мына мұғалімдер бір база данных қой, мысалы үшін өзінің үйін арқылы кіргенде сол мұғалімнің былай айтқанда кәсіби өсуі бар ғой. Мысалы үшін ғылыми жобада дипломның копиясы, мысалы үшін сонда цветной, сонымен қатар олимпиадан алған, оның мысалы үшін республикалық немесе облыс деңгейде таратылған іс тәжірибелері, сондай бір өзінің үйінде, өзінің сол профилінде тұратындай сондай бір электрондық портфолио неге облыстық білім басқармасы көлемінде неге жасамасқа деген сияқты ойлар өзімде болады. Сол туралы жалпы сіз не айтасыз? Дәурен мырза, сіз енді разработчик жағынан кішкене не айтасыз? Сол жағынан өздеріңіздің ойларыңызды бөліссеңіздер. Өте дұрыс, Ақан Мәлікұлы. Енді мына НОБД деген бар ғой, жаңағыдай ұлттық деректер қоры да. Осы ұлттық деректер қоры білім саласындағы бұл жалпы оқушылардың статистикасын шығаруға мыңдаған қанша оқушы бар, қанша мектеп бар деген сияқты сұрақтарға жауап беріп, үкімет бір сұраныс беріп, суырып алып көре алатындай мүмкіндік берді, автоматтандырды, ол жақсы болды. Ол өте пайдалы. Енді екінші, осы мәліметті толтырғанда педагогтың өзі пайдасын көретіндей, педагог негізінде қағаз жинамайтындай негізінде дәрежеге жеткізуге ұмтылу керек деп ойлаймын өзім, қағаз жинамайтындай. Сосын ол үшін не нәрселер керек? Жаңағыдай адамның мектепті қалай оқығандығы өте маңызды. Білім саласына, мысалы үшін мектепті нашар оқыған адам келіп білім саласына келген өкінішті. Сондықтан мектепті бітіргеннен бастап ол адамның информациясы, базасы жаңағыдай. Және колледжді бітірді ме, бакалаврды бітірді ме, университетті бітірді ме, солардың дипломдары бірден базаға салынып тұру керек деп ойлаймын. Содан кейін педагогтың жаңа санаттары салынып тұру керек. Сонда адамдар кез келген педагог туралы тіпті резюмесі де керек жоқ. Салған кезде ол туралы ақпарат шығып тұру керек деп ойлаймын. Бір. Енді екіншіден жалпы бізде және де осы процедураны жеңілдетіп қарапайымдату үшін біздер жалпы білім сапасы дегенімізде педагогтың жұмысын қалай бағалаймыз деген сұрақтың басы ашылу керек. Біздер білім сапасы дегенді өте жиі айтамыз. Білім сапасы бұл жалпы білім саласындағы жұмыстардың тиімді жүріп жатыр ма, тиімсіз жүріп жатыр ма, соны көрсететін бірден бір тиянақты индикатор ол білім сапасы. Бірақ өкінішке орай ол білім сапасын бағалаудың объективті жолдарын және соны қадағалайтын механизм әлі жоқ, қалыптасқан жоқ. Себебі бар, бағаланып жатыр, бірақ ол шашылып жатыр. Мысалы үшін мұғалім бір жыл бір мектепте сабақ берді, келесі жыл келесі жерде сабақ берді. Ол санатын көтеруге егер де өтініш беретін болса, оның өсу динамикасын біз қайдан көреміз, қайдан бағалаймыз? Бұл сұрақтар шешілген жоқ. Өсу динамикасын көргіміз келеді, мысалы үшін 3%-ке өсті ме, 10%-ке өсті ме, жаңа аттестаттау ережесі бойынша 15%-ке өсті ме, немесе оның оқыту сапасы 70%-тен жоғары тұр ма, сол сұрақты біз көру керекпіз. Бірақ ол тағы да мектептің өзінің қолымен жасап, қол қойып, манағы Дәурен Гаипович айтқандай, қол қойып, қағазбен қол қойып, растап, портфолиоға салмаса, аттестаттау комиссиясы қарай алмайды. Ол комиссиясы көре алмайды оны, себебі дейтін, ол НОБД-ға кіріп, ана мұғалім туралы информацияны суыра алмайды, қарай алмайды. Сондықтан осы процедураны, жеңіл, қарапайым процедураны алатындай, олимпиада жүлдегерлерінің мәліметтері де базаға енгізілетіндей, жетістіктер тағы басқа кез келген конференцияға қатысама, ол конференцияның өзін әркім кез келген конференция кез келген жерде отырыстар өткізіп, қалай болса солай ретсіз емес, республикалық реестрде тұрған шараларды ғана, жоспарлы шараларды ғана өткізіп, және солардың кез келген сертификаттардың тізімдері, адамдары барлығы уақытылы енгізіліп тұратын болса, адам ештеңе қағаз жинамай
жүретін, адамды қағаздан босататын механизм болу керек. Егер ол әлі бәрін енгізіп мұғалім қайтадан өзі толған папка портфолио жинап жүретін болса, ол онда түпкі мақсатына жетпейді. Қайтадан баяғы бюрократиялық бір механизм болады да, біреудің енді арманы, ойы процесті аяғына шейін жеткізе алмаған бір шала-шансар күйі қалады, ол қайтадан бір бюрократиялық механизмге әкеледі, адамдардың қоғамның ренжуіне ғана әкеледі, болды, түк пайда бермейді. Міндетті түрде жеңілдететін механизмді қосуға болады. Мысалы үшін мен қазір көріп тұрмын ол процесті, мен түсініп тұрмын, не істеуге болатындығын білемін. Екінші адам оны көрмейді, түсінбейді, білмейді, бірақ ол жасайды мысалы үшін. Соның кесірінен ол қиындай береді ол процесті. Сондықтан жаңағыдай Абай Құнанбаев айтады ғой, атамыз, мен закон қуаты қолымда болса, мінезі түзелмейді деген кісінің тілін кесер едім. Өкінішке орай, біздің қолымызда ондай қуатты механизм менен мүмкіндік беретін болса, оны жасауға болады. Дәурен Гарипов айтуы дұрыс. Мүмкіндік берілу керек, полномочия дейді, жаңағыдай ықпал берілу керек. Сол кезде ол жүзеге асады, сол кезде ғана. Ал әйтпесе, бір адам инициатива танытып, біреу жасасын делікті, ол қандай мақсатпен оны инициатива танытып отыр. Біреу өзі мүмкін ол кандидаттық бірдеме қорғайын деп жүрген болар, докторлық қорғайын деп жүрген бар, әлде жалпы қоғамға жаңағыдай не дейді, популист көрінгісі келіп жүрген болар жай ғана. Ол сол әрекетіменен сақтықпен жасамаса, адамға проблема әкелетін болса, ол әрекетінен адам сақтану керек. Онда адам алғыс алмайды, жаңағыдай жұрттың ренішін арқалайтын болады. Көрдіңіз бе? Ол дейтін астарында жатқан терең жаңағыдай қозғалып кететін бірнеше мәселе бар. Бірақ ол ниет өте дұрыс, түпкі мақсат жаңағы менің бұл жерде ұсынысым жалпы білім сапасы деген не нәрсе, соны анық несі берілу керек, механизм, және білім сапасын қалай қадағалауға болады деген сұрақтың жауабы ашылу керек, және сосын қарапайым элементтер болу керек, және бұнымен қатар портфолионы дейтін, неге портфолио ішіне, себебі ол аттестаттау ережесін және қарапайымдату керек. Сол кезде базы қарапайым базы жүзеге асып жасап тұру керек, әуел сағат сияқты. Содан кейін егер қажет деп есептесе, үстіне ол элементтерді қоса беруге болады. Бірақ манағы жапондардың нақылын ұмытпау керек, қарапайымдату керек не нәрсені. Күрделі жасағаннан ешкім ештеңе ұтпайды. Одан дейтін, адамның өмірі қысқа ғой өзі. Сол күрделілерді жасап, соны қағаздың астында жүріп, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмей талай адамдар сол бюрократиялық ненің иірімінде өтіп кетті ғой, талай кісілер. Мұғалімдерді қазір кейде көрсең қарның ашады, кейбір педагогтерді. Мынаны жасамауға да болады ғой десең түсінбейді. Онда оны жасамаса қалай болады деп. Одан басқа нәрсені көзіне елестетілмейді. Сол жүйеде дүниеге келіп, сол жүйеде жұмыс жасап, соның шеңберінен тыс ойлап көрмеген жаңағыдай. Басқа позициядан, басқа бұрыштан ол оқиғаға жаңағыдай көз жүгіртіп көрмеген. Жақсы, Елдос мырза, өте жақсы ойлар болды. Енді біздер осы білім беру саласын цифрландыруда трендтар бойынша бірнеше ойлар қозғалды. Жалпы кемшілік тұстары мен артықшылық тұстары, платформалардың мүмкіндіктері, сонымен қатар видео сабақтардың мүмкіндіктері де айтылды. Киберқауіпсіздік мәселесі, e-портфолио, жалпы бірнеше мәселелер қозғалды. Енді біздің енді уақытымыз таяп келді. Өздеріңіз бір қысқаша айтып жіберсеңіздер мына сұраққа, білім беру саласын цифрландыру үшін не істеу керек? Тек қысқаша аңызға жауап берсеңіздер, жалпы білім беру саласын цифрландыру үшін не істеу керек? Қандай жүйе болу керек? Қандай, былай айтқанда, механизммен жұмыс жасау керек? Дәурен мырза, даусыңыз басып шығыңыз. Қосылды ғой да? Қосылды. Мен айтайын дегенім, білім саласын толықтай цифрландыру үшін бәсекелестік керек, конкуренция. Мысалға айтайын, жаңа Елдос айтып отыр, бюрократия, монополия деген бәрі, сол екі неге мүлдем қарсымын. Себебі ол жаңағы мұғалімді болсын, оқушылардың болсын, творчестволық потенциалын вообще жойып тастайды. Енді мысалға айтайық, жаңағы білім ләнд, мен қарсылық білдіріп отырған жоқпын. Білім ләнд болсын, Zoom болсын, олар енді монополистер ғой. Ол дейтін жаңағы мысалға машина, көлік алған кезде тек қана запрос болса, сіздер дамымайсыздар ғой. Қазір мысалы ойлап қараңыз, мен де кейбірде ойлаймын, неге машиналардың маркалары өте көп. Себебі бәсекелестік.
бәсекелестік жаңағы сапаны көтереді. Солай емес пе? Сондықтан мына білім саласында да мысалы мен кезінде университет салған кезде ректорға келіп айттым, мына Платон жүйесі деген шығып жатырды ғой. Сол кезде айттым, осылай құрметті ректор, осы жүйені неге біз өзіміз жасап шығармасқа, өзіміз потенциалымыз жетеді деп. Сол кезде жоқ, бізге сатып алған ыңғайлы деп. Ал сатып алдық, сатып алғаннан кейін бір жылдан кейін барып несін бағасын көтеріп жібердік. Видите, былай қарағанда өзіміздің жаңа жүйемізді жасаған кезде конкуренттік среда болады да, жаңағыдай сапасында көтеруге ұмтылады ғой. Мысалы сіздер де солай, педколледжде солай. Мысалы бір жобаны ойлап тауып, соны жаңағыдай үнемі соны жақсартудың көзге алсаңдар, әрине бәсекелестік жаңағы сапасын көтереді. Сол тұрғыда мысалға Финляндияда айтайын, біз қазір мысалы мындай мәселе бар ғой, утечка мозгов дейді. Білімді адамдар, даже өте беске оқитын оқушылар шетелге кетіп жатыр. Мен айтарым, мысалы Финляндияда былай мынандай шешім келді. Беске оқитын адамды кетем деген мақсат қойды ма, ол қалай болса да кетеді. Солай емес пе? Ол мақсат қойды. Мен беске оқимын, өз зазвездился, жаңағы жұлдыздық нені ұстап алды да, мен жаңағы неге Кремниевая долинаға кетемін. Google-ға болсын, Microsoft-қа болсын. Сондықтан олар қазір Финляндия мына орташа оқитын оқушыларға акцент қойды. Түсінікті ме? Себебі елде қалатын әсіресе мына енді жаппай бәріне айтып отырған жоқпын. Беске оқитын адамның ішінде де патриоттық сезім бар. Бірінші жаңағыдай патриоттық сезім болса, адам қалады Қазақстанда. Сол мәселе мына тәрбиеде мына сана сезімді көтеруде. Сонда мына бекерден бекер мына елбасы айтып кетті, мына рухани жаңғыру басталды. Бірақ көпшілігі оны жаңағыдай түпкі идеясын түсінбеді деп ойлаймын. Сондықтан сол жаңағы орташа оқитын нелерге мотивация берсек, бізде қалай беске оқитын адамдар мақтай жүр, жаңағы Серікбаев беске оқиды, тек қана соған назар аударамыз да, орташа оқитын нелерге көңіл бөлмейміз. Тіпті үшке оқитын болса. Мен мысалы өзімнің өмірінен бір мәселе айтайын. Мектепте, 30-ші мектепте сабақ берген кезде, өмірінде 4 алып бөлмеген балаға бір оңай есепте бердім шығаратын деген. Соны шығарған кезде, ай молодец, Серікбаев саған 5 деп журналына күнделігіне үлкен 5 қоямын. Ана өмірінде жаңағыда сондай бір қуанышты сезімде болды, өмірінде 5 алып көрмеген бала ғой. Екінші күні жаңағыда математикаға деген зүректілігі ашылып, жаңағыдай сондай бір интерес пайда болды. Оқып кетті. Соған да тағы бір дәлел, мен екен Оралда бір айтып, фамилиясын қалды, бір оқушы болып, ЕНТ-дан әйтеуір шақ дегенде бет түсіп, минималды 50 балл алып, конкурстық неге болып, біздің Жәңгірхан университетіне түсіп кетеді. 5 жыл бұрын тарапында болған дейді. Үшке оқитын бала грантқа түсіп кетеді. Группада бәрі алтын белгімен бітірген, тек қана біреу үшке бітірген. Ол не деген сөз? Қараса, ата-аналары түсінбеген, 4 жылдан кейін, бірінші курстан кейін автомат түрде беске оқып кетеді ана бала. Красныйға бітіреді, болашақпен шетелге түсіп кетеді. Видите? Көрдіңіз бе? 4-ші сыныпта ағылшын тілін меңгеріп шығады. Сол айтайын деген орта қалыптастыру. Сонда орта қалыптасқан кезде бәрі сол ортаға жаңағыдай үйреніп, жаңағыдай талпынады. Сосын екінші мәселе мына еврейлер, еврейлер неге бастары қатысады? Олар да біз сияқты адам ғой. Оказывается, олар былай, бала неге бейімді, соны дамытады. Бізде қалай, ойбай, мына балам математикадан слабый. Давай математикадан репетитор жалдайық. Солай емес пе? Ол математикаға не жоқ, интерес жоқ. Немесе тарихтан барамыз, миына құямыз, ол жаңағыда қате. Мысалы, шетелдік Елдос Набилович біледі, бізге университетке Кореядан профессор келді ғой. Сол айтады жаңағыдай, біз жаңағы баланы қараймыз, егер жаңағы математикаға нетсе, математикаға акцент береміз. Қай жерден не? Бізде қалай? Қай жерден оқас жерлер бар, соған репетитор жалдаймыз, негізгі неге қызығушылығын бастаймыз. Сондықтан бала әрмен қарай дамымай кетеді. Сондықтан айтайын дегенім, жаңағы бірінші мәселе орта қалыптастыру және бәсекелестік жаңағыдай нетсек, айтады ғой, жасанды болсын да бәсекелестік болса, адамдар тез дамиды. Мысалы жаңағы мұғалімдер арасында болсын, бәсекелестік болса, оларда да бір-біріне бағыттап, жаңағы тез дамиды деп ойлаймын. Енді көпте айтатын мәселелер көп, цифровизацияны мәселе шешу әрине болашақта ол шешіледі деп ойлаймын. Себебі зиялы қауымдар бәрі ғылыми ортада болсын, қауымдар бар ғой, зерттеп келетін. Сондықтан осындай мәселені жаңағыдай еркіндік берсе, неге дамымасқа? Бізден олардан келетін қолдарымыз біздердің қолымыздан келеді. Сондықтан мына тағы да бір мәселе айтайын дегенім, Елдос Набилов біледі ғой, Елдос Набилов мысалға Олимпиадаға программирден тренер болып келді. Сол кезде мысалға 2003 жылы спорттық программирование
соған қатысқан кезде айтайын, тек қана 300 программисттен 5-еуі қазақ өкілі болып, қалғандары бәрі шетел, басқа ұлттық. Сол кезде тренерлердің бәріміз, бапкерлердің бәріміз бірігіп, намысымыз оянып, неге біз қазақтың балдары неге мына программамен айналыспайды деген сияқты. Сол кезде біз жаңағыдай уәде бердік, давай біз қазақта мотивация берейік, көтерейік, қызығушылық тудырайық деген кезде 5 жыл өтеді. 5 жылдан кейін қарасақ 300 программисттер жаңағы студенттерден 5-еуі жаңағы басқа ұлттар, қалған бәрі 295-і қазақ балдары. Біз сонда бір қуаныш сезімде болдық. Қазір қарасаңдар, мысалы кезінде роботтар келіп жатқанымызда ойбай бәрі қашты ғой. Мысалы Лего элементарный ойыншық қой, ойбай бұл қиын нәрсе. Қазір ойлап қарасам, мен мысалы қуанамын, оқушылардың бәрі көбінде қазақ балдар, роботты жинап, программа жазып, жаңағыдай олимпиадаға қатысып, жаңағыдай өздерінің несін сауаттылығын көтеріп. Сондықтан мен ойлаймын, бәсекелестік және еркіндік деу сонда балада дамиды, педагогта дамиды. Сол кезде жаңағыдай мен ойлаймын, цифрлық жағынан шектері жабылады. Жақсы, Елдос мырза, өзіңізге бір сөз айтып жіберсеңіз. Енді менің ойымша цифрландыруға келу үшін біріншіден білім саласын әуелі процессті, осыған дейінгі бар процессті зерттеп қарапайымдату керек, жеңілдету керек, көптеген артық элементтерді алып азайтып жеңілдету бағытында жұмыс жасау керек. Одан кейін екіншіден мына барлық нәрсенің түпкі себебі коррупцияда жатыр. Бағана айтылып отырған Платон дегеннің өзі де Дәурен Ғарипов айтып отырған. Ол да мысалға университеттің, колледждің мұғалімдеріне ұнайды деп ойламаймын мен өзім. Кезінде себебі енген кезде үлкен қарсылықпен енді. Адамдар жасай алмайды, толтыра алмайды, ішіне балды қояйын десе қоя алмайды, жаңағыдай үлкен бір проблема туындады. Бірақ ол бір адамдардың бизнесі біреулерге ыңғайлы, солай енгізіп тастады. Ол менің айтатыным ұсынысым қашанда қарапайымнан бастау керек, қарапайымнан енгізу керек. Енді мәселе жалпы цифрландыру, қалай цифрландырамыз деген сұрақ туылатын болса, білім саласы қазіргі кезде цифрланып тұр уже, цифрланып болды ол. Бірақ та енді оның тиімділігін арттыратын болсақ, енді ол цифрлану бізге қызмет ететін элементін қосу керекпіз, қызмет ету керек. Енді ол манағыдай ол цифрланып, біз оған қызмет етіп жатпауымыз керек. Мысалға мұғалімдер ақтер, көктер болып Платонға бірдеме салып жатпау керек. Керісінше ол бір нәрсе дайын тұрып, адам содан ала алатын болу керек. Ала алатын механизм. Бірінші кезекте адам ала алатын нәрсе жасалу керек. Мысалы үшін ойлап қарасаңыздар, бүкіл университеттер әрқайсысы жеке әртүрлі пәндердің программасын құрып, ОМК-сын құрып, естерін, контентін толтырып, Платонға салып жатыр. Неге сондай пәндер бойынша республикадан ең озық адамдарға және эксплуатация жасамай, кәдімгі еңбек ақысын төлей отырып адамдар жұмылдырып, неге жасап қоймасқа, әуелі қаржыны далаға шаша бергенше, осыдан босқа жаңа платформаны әртүрлі шетелдердің жасап келген адамдарына жем бола бергенше, ол қаржыны сол авторларға адамның еңбегін бағалап беріп, олар контентті толтырса, және қалған адамдар соны ала алатын мүмкіндік жасалса, содан кейін бар, енді осыны алу үшін келесі жолы сіз өзіңіздің контенттерді жақсы жасап, экспертизадан өткеннен кейін сіз салсаңыз, сіздің университетке мына нәрселер тағы да тегін беріледі деген сияқты, сіздің колледжге мына нәрсе тегін беріледі деген сияқты механизмдерді қарапайымменен, сосын жаңағыдай қаржылық мүддесін жоғары қоймай, жаны ашып осы процеске көңіл бөліп отыратын азаматтар кіріссе, бұл жер цифрлану процесі бәрі ойдағыдай болады, ойлаймын. Көбінесе былай ғой, мысалға басшысы ол Платонның не екенін де білмейді, өзі толтырмайды сабақ берсе, мысалы үшін ректорлармен толтырады деп ойламын, толтырмайды ректорлар, директорлар оның орнына біреу толтырады. Соның кесірінен басталады бәрі. Ол қарапайым екендігін көз жетіп, өзі лидер ретінде қарап, шындап та тиімді екенін енгізсе екен, олай емес бұл мәселе. Көрдіңіз бе? Сонда кез келген нәрсені сдерживающий фактор, кедергі келтіретін фактор дейді. Коррупция. Ол коррупция процесі арылса, қарапайымдатса, қазіргі цифрланып тұрған нәрсе өзінің толық жемісін береді. Адам жаңағыдай сол жүйеге қызмет етіп, Платон үшін адамдар есертанып ішін толтырып атпау керек қой. Ол оған тиісті жұмыс жасау керек. Аттестаттау портфолиосын біреу ойлап тапсын. Мысалы үшін Ақан Мәлікұлы ойлап тапты дейік, сіз ойлап таптыңыз. Оған адамдар жаған таласып есертанып, жаңағыдай соған информациясын салып забивать етіп жатпау керек. Көрдіңіз бе, ол бір мекемелер, және баяғы біз көргендей, ол ешкім, оның қаржы қайда кеткенін білмейді ешкім. Естертан миллиард қаржы бөлінді дейді, адамдар естертан бет-бет ішіне бірдеме забивать етіп жатыр. Қайда кетіп тұр қаржы дейді.
қаржы нақты атқарған контентті жасаған адамға кету керек. Жаңағы дейтін платформаны жасау дейтін, ол дейтін қазір ол түкке де тұрмайды, баяғыда шешіліп қалды оның мәселелері. Шешулі тұр. Мысалға модульдің шетінен мысалы қараңыз, кез келген кісі, кез келген мекеме тегін қашықтық платформасын жасайды өзіне. Дайын тұр ол дейді. Ол мәселе контентті толтыратын адамдарға қолдау жасап, контентке поддержка жасау керек. Сонда цифрлану процесі өзінің түпкі мақсатына жетіп, халыққа қызмет ететін болады. Халықты мода екен, тренд екен деп, халықтың бәрін отырғызып соған жаңағы жазалау элемент сияқты етіп, жұмылдырып қоюда емес. Менің көзқарастарым бұған байланысты түбегейлі өзімнің қалыптасқан көзқарастарым бар, ертеден қалыптасқан көзқарастарым. Және мен өзіміздің мекемеде мен соны жүзеге асырып отырамын. Бірақ өкінішке орай бізде де сдерживающий фактор, бізде головной бағынамыз офисте, Алматы қаласында біздің өрлеулердің. Олар манағы айтқан қағаздық болсын, тағы басқа біздің кейбір ұсыныстарымызды енгізеді, кейбіреулерімізді енгізбейді, бізді шектеп отырады. Біздерде де бар ондай мәселе. Жақсы. Облыстық білім саласына қараған кезде біздің біліктілік арттыру жүйесі сөз жоқ, алда тұр, әлдеқайда алда тұр. Біздің облыстық жерлер акиматтарға бағынып, акиматтарды көбі жаңағыдай дейтін бюрократиялық механизм акиматтарды қатты ғой, олар көп дамыта алмайды. Тұрады олар. Жақсы, сонда Елдос мырза, Дәурен мырза, осымен біздің уақытымыз таяп қалды. Өте жақсы ойлар болды, өте ұтымды пікірлер болды. Енді біздің жаһанша ақпарат алаңының бірінші жобасы. Сол сіздер ең бірінші қонағысыздар осы жаһанша ақпарат алаңының. Сіздерге мыңда бір алғысымды айтамын. Өздеріңіздің ойларыңызды бөліскендеріңіз үшін, сонымен қатар алдағы уақытта өздеріңізбен бетпе-бет сұхбаттасуға бұйырсын. Осы карантиніміз басылып, енді білім саласының дамуына жаңашылдық енгізіп жүрген сіздердей азаматтар аман болсын дейік. Уақыттың тапшылығын ескеріп, бүгінгі вебинарға өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге мыңда бір алғыс айтамын сіздерге. Осымен біздер бүгінгі жаһанша ақпарат алаңының бірінші шақырымын аяқтаймыз. Сіздерге көп рахмет, мың алғыс. Жақсы.